Менің үйім, менің қорғанысым дейтіндерге, егерде сол үйде елес немесе жын шейтандар мекен етсе, не істер едіңіз? Ондай үйде әлбетте жан түршігерлік құбылыстар жиі болатыны сөзсіз. Сіздермен Жайдархан. Бүгін мен сіздерге кадрға іліккен тылсым заттарды көрсететін боламын. 2005 жылы екі қыз тұрғын үйде ойнап жүрген болатын. Сол кезде ашық тұрған есіктен қап-қара денені байқаса болады. Екеуі қорққаннан үйдің терезесінен сып етіп қашып кетіпті. Қайтсын, қыз бала ғой. Егер олардың орнында болсам, балконнан секірген қалпы бұл үйге өлсем де жоламас едім. Оларға көрінген қап-қара адам бәле ма, не екені осы күнге дейін белгісіз. Ал бұл видео менің көтенімді дірілдетіп жіберген бейне жазба. Бұл жерде кішкентай қыздың аяғынан тартқан құбылыс. Бірге барып тамашалайық. Ой, қарап тамашалайық. Кешіріңіздер. Әке! Ойбай әке! Ал бұл жерде жігіт жұмыстан келген сайын үйдің шашылып жататынын байқаған. Содан кейін ол камера қойып кетеді. Ал камераға жазылған сұмдық затты қараңыздар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл шын ба, өтірік ба? Комментарияға жаза кетіңіздер. Ал бұл жерде екі ұйықтап жатқан жігіттерді байқасақ болады. Сол бөлмеге белгісіз көзге әрең көрінетін құбылыс кіріп келіп, жігіттің аяғынан ұстап алып сүйремекші болады. Шамамен елеске оның аяғы қатты ұнап қалған сияқты. Бұл жерде қолын жуып жатқан әйелді көреміз. Қолын жуып болып, кетіп бара жатса, артынан көзге көрінбейтін неме нұқып жібереді. Ойбай-ау, белден кетті ау қасқа. Ал әйел не болғанын түсінбей қалады. Қызық, елестің бұл әйелде ала алмай жүрген қандай кегі бар екен? Ал әлде бұл жерде елестің үйім екен, кім білсін. Бұл видеода жігіт сыртта дыбыстар шығып жатқанын естиді. Сосын жігіт камерасын қосып, сырттағы дыбысқа қарай барады, өзі балың өзіңе. Сол кезде сыртқа шығып қараса, бұрышта біреу шошайып отырғанын көреді. Жігіт бұтына жіберіп қоя жаздап, дереу есікті жаба қояды. Содан кейін ол тұштаңдап, есікті қайта ашып, оны көргісіге өліп кете жаздайды. Құдай-ау, жапшы есікті, өлесің ей. Ой. Осы жолы елес жақынырақ қарайды. Мәссаған. Ал достар, видеомыз ұнаса лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер қорқып та, күліп те алған шығарсыздар. Ал мен мына жерде тышып жатырмын. Сіздер ендеше мен үшін лайк басып, арнаға тіркеліп, достарыңызға аямай таратыңыздар. Оларды қорқып, мен сияқты бұтына жіберсін. Сіздермен бірге болған мен Жайдархан, сау саламатта болыңыздар. Чао. Пока, чао. Әй, өшір шүй! Қорқып өлетін болдық қой.